Облыс орталығының Евразия 55 мекенжайындағы бұл көп пәтерлі үйдің қабырғасы жарылып тұр. Аталмыш баспана өткен ғасырдың 80 жылдары салынса, қабырға жарықтары осыдан 7-8 жыл бұрын пайда болыпты. Содан бері ырсиған жарық қабырға бойлай 9-шы қабатқа дейін жеткен. Қорқынышты, қабырғасы жарылып біткен, қанша жөндеу жасасақ та қолымыздан ештеңе келер емес. Сол себепті билік өкілдерінен көмек сұраймыз. Аталған үйде 108 пәтер бар. Сала мамандары тұрғындарға төніп тұрған қауіп әзірге жоқ дейді. Пәтер иелерінің дабылынан соң жауапты сала мамандары өлшем белгілерін қойды. Ал пайда болған жарықтардың неден болғаны әлі белгісіз. Төтенше жағдай басқармасы, қала сәулет құрылысы басқармасы мен қала құрылысы басқармаларымен орынға шығумен қаралды. Қазір уақытта жаңағы жарықтарға белгілер қойылды. Белгілерге сәйкес жаңағы әр бүгінгі комиссия ретінде қатысқан ұйымдардан арасында жаңағы тексеру кестесі дайындалды. Тексеру кестесіне сәйкес күнделікті жаңағы жарықтар тексеріліп отырады. Бұған қоса үйдің техникалық жағдайда жауапты сала мамандарының тексерісі арқылы сараланып, нақты баға береді. Содан кейін ғана аталған пәтерге қатысты тиісті шешім қабылданбақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Ушалиев, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.